О, екеуі жандары кіріп, әңгімеден періп тұр ғой кәнді. Бәрін мақтап тұрсыңдар ма? Бәрін мақтап тұрмыз дейді. Танчо өтірік айтқанда арқырап тұрады постоянно. Екі келіңіз аяқта күшті әңгіме айтып отыр, қалып кеттіңіз ғой мама. Құлағым локаторда түрем ғой десем. Локатор жіберейін ме қыздар? Мені мазықта келеді. Мама үшін постоянно шатасады. Алуаға Танчо деп сөйлейді, Танчоға Алуа деп сөйлейді. Елдарға Елдас деймін. Елдас дейді, маған қарайды да Елдор дейді. Неге сондайсыз, мама? Сіз де шатасыз. Мама емес, аға десе жақсы ма? Айтады. Шотам. Жанат аға. Омар кім баласы? Көрші, мен балам болмай жатыр. Кім баласы? Қаттай кім баласы? Біздің мама осындай жалғыз өзі отырып шай ішкен жақсы көреді. Бір балам отыра құйып берейінші деген ондай жоқ қой вообще. Ішпеймін десем мен істеймін. Өзің ішпеймін дедің ғой. Мен айтып қойдым ішпеймін деп. Сұраңызшы, ішесің ба деп. Ішпейсің сен. Жоқ, сұрасаңызшы. Ішесің ба? Ішпеймін. Ішпеймін. Қайырлы күн достар, қалайсыңдар? Бүгін күндеріне сәттілік тілеймін. Ұйқыдан тұрады да сразу ақтан құйып ішіп отырады білдіртпей. Ана жерден шығып алған кеше көрдің ба мені? Елдос, Елдан. Шығып кеткеннен жүгіріп кетті. Мініп кетті, қалай мініп кетті деп қойып жүріп ана жерге тұрып алған. Айқайлап мен қалып қалдым деді ғой, Омар бір деп қойды. Елдар! Елдос деп. Өткенде қонақ күтіп жүрдік қой, біз далаға қазан ошаққа шығып кеттік қой. Сосын бір уақытта ең соңғы Омар шықты ғой. Шығып, нони төте, мен неғып тастайсың, дейді ғой. Біздің үйде кім аяй? Омар аяй. Омар аяй. Танчо, біздің үйде кім аяй? Омар. Омар аяй. Елдар, біздің үйде кім аяй? Мен. Кім аяй? Папа? Папа аяй дей ма? Мен туралы ешқандай ақпарат айтылған жоқ, Не мені дүниеге әкелген мамам да мені аяй демеді, бауырым да аяй демеді, даже әйелім де мені аяй демеді. Ренжідім болды. Аяй жерім жоқ болып қалған ғой. Мен не үшін наоборот мен арықтап аяй болған жоқпын ба не? Болды онда қайттан семірем. Ой, ішіміз пісіп жүреді Танчо, Мына көкені алып шықтық қой, ішіміз піспасын деп. Әке, кілтімді берсей менің. Не? Қолымдағы? Кілтті, қылт дейді. Көтен деп ач десен, хотен дейді. Хотын қыс дейді. Омарито, торито, потари, попорито, жонушка да золушка. Убай, ялып атыр, убай, жады. Омаритош, татаритош. Апшымыш. Шешпей бер, сыртынан бер. Көз тиеді ато, сыртынан бер. Көз тиіп кетеді. Дәумәсіне бер. Беттен сүйіп әпшу бер жібереді, Омар деген деспедіңдер. Келдік ма? Апаны да сөйді онда. Қойма. Өзің істе. Бүгін Омарито картоп жарып жатыр. Дәу папасына көтенімді жуып бер деді. Жуып бердім көтін. Жуып берді. Бассейнге су толтырып берді. Толтырып бердім суын. Енді рубашкамды үтіктеп бер дейді. Үтіктеп жатырмын. Ертең мен қартайғанда маған көрем істеп бергеніңді. Енді қартайғанда мен көтенімді жу деп айтпаймын, бірақ киім үтіктеп беретін жерсің, Үтіктеп бересің ба? Молодец. Киім үтіктетіп қойған емес, бәрі қарап тұр, еще прикалып тастайды. Через Омар шығып жатыр. Сен кіріп жатсың, ар күні тамақ істейсің. Омар аға, мәңіз. Сіздікі. Рахметте. Омар үтікті дегенге сіз соған қалай қарап тұрдыңыз? Балаңыз үтіктеді. Екі киіміңізге айтпайсыз ба үтіктендер? Немене? Бір үтіктегенде бір жерін түсіп қала ма? Мә. Нан жаны кіріп тұр ғой. Әне деп қой. Айтасыз болмады десеңші.